Сәлем достар, сіздермен бүгін «Падение империи» немесе «Гражданская война» киносына обзор жасайтын боламыз. Бұл киноның режиссері Алекс Гарленд, продюсерлері Григорий Гудман, Эндрю Макдональд, Алан Рич. Киноның әлемдік премьерасы 14 наурыз 2024 жылы South by Southwest фестивалінде көрсетілген болатын. Ал кинотеатрлық прокат 10 сәуірде шықты. Басты рөлдерде Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Маккинли Хендерсон және Кайли Спейни. Ал енді сюжетке келетін болсақ, жақын болашақта ақш-тың авторитарлық ойдан шығарылған президенті бірнеше демократиялық емес қадамдар жасады. Соның кесірінен елде азаматтық соғыс басталады. Ал оқиға фототілшілер арқылы көрсетілген, яғни Нью-Йорктегі жанкешті жарылыс кезінде фототілші Ли Смит Джесси деген қызды құтқарады. Ол да соғыс журналисті болғысы келеді және Ли оның кумирі екен. Осылайша баспасөздің 4 өкілі Ли, Джоэл, Сэмми және Джесси айналма жолдарымен Вашингтонға қарай президенттен соңғы рет сұхбат алуға шешім қабылдайды. Бұл кино Кинопоиск бойынша 6.3 балл болса, IMDb бойынша 7.1 балл рейтингке ие. Бұл киноны ерекше киноларды түсіретін кинокомпания A24 және Entertainment Film Distributors түсірген. Жалпы кино экшн араласқан драма, роуд муви десе де болады. Кино қызық, әсіресе соғыс және шайқас көріністері. Жалпы «Падение империи» тарихқа, оқиғаға қызығатын адамдарға арналған, ой салатын әдемі түсірілген кино. Каналға жазыламыз, лайк басамыз.